Ұлы Жібек жолының жанында. Осы жерді нақтылай кетейікші, қазақ даласында. Қазақстанның қазіргі территориясына жататын жерде 100-ден астам үлкен қала болған. Ол жаңа айтқандай, сол қалалар мысалы Европадағы қалалардың көлемі 15-20 мың тұрғын болатын болса, мына жақтағы тіпті Атыраудың жеріндегі Сарайсық почти 100-ге жақындаған. Оны мен емес, біздің қазақты емес, мына Ресейдің ғылым академиясының ғалымдары айтып отыр. 100 мыңға жуық тұрғын тұрған. Үлкен қалалар болған. Ол қалалардың ішінде түрлі храмдар, түрлі діндердің, жалғыз бір емес, мешіттердің саны көп болған. Ауқатты адамдардың ауласында бассейндер болған. Негізі ойлап түсініп ойлансаң, фантастика нереал ғой, бірақ документ археологиялық раскопкілерден айтып отыр. Общий банялар болған, көшеде общественный туалеттер болған. Почтаның өзі Европадан келген кезде, ана Ұлы Жібек жолы енді үлкен сауда жолы ғой. Сол кезде бүкіл әлем сол арқылы өткен кезде әрбір 15-20 километр сайын караван сарайлар болған. Гостиницалары, жаңағы керекті қамтамасыз ететін. Вот сондай бір үлкен территорияны басқара алатындай әкімшілік жүйесі болған, басқару системасы.